Бәріне сәлем достар. Бүгін сіздермен кеуденің бұлшық еттерін талдайтын боламыз. Кеуде бұлшық еттері орналасуына байланысты беткей және терең бұлшық еттер деп бөлінеді. Кеуденің беткей бұлшық еттері ең алдымен сыртында орналасқан үлкен кеуде бұлшық еті мускулус пекторалис майордан басталады. Үлкен кеуде бұлшық еті. Бұлшық ет талшықтары өзінің бастауын бұғанадан, төс сүйегінен және екінші, жетінші қабырғалардың шеміршектік доғаларынан басталып, жоғары және латеральды бағытта жүріп, бүкіл талшықтар жиналып, бұрала тоқпан жіліктің үлкен төмпешігінің қырқасы криста туберкулум майорға барып бекиді. Үлкен бұлшық ет соған байланысты бірнеше бөлікке бөлінеді. Басталатын жерінен байланысты парс клавикулярис, парс терналис және парс абдоминалис деп бөлінеді. Бұл бұлшық еттің қызметі иықты медиалды қапталға қарай тартып отырады, тоқпан жілікті. Ал егер қолды тіреп ұстайтын болсақ, бұлшық ет кеуде қуысын ашып, кеңейтіп терең демалуға қатысады. Бұл бұлшық еттің астында келесі бұлшық ет мускулус пекторалис минор деп аталатын кіші кеуде бұлшық еті орналасқан. Пішіні 3 пішінді болып келген. Және бұл бұлшық ет талшықтары 2-5 қабырғалардың аралығындағы бүкіл қабырғалардың шеміршектік бөлігі мен сүйектік бөлігі қосылған жерінен басталады, жоғары қарай бағытталып, жауырынның құстұмсық тәрізді өсіндісі процесс каракоидеуске барып бекиді. Жауырынды фиксациялап ұстаған кезде кеуде қуысын ашып терең демалуға қатысады. Ал егер жиырылатын болса, мына жауырынды өзіне қарай тартады. Келесі бұлшық ет мускулус субклавикулярис деп аталатын бұғана астылық бұлшық ет болып табылады. Ол бізде бірінші қабырғаның шеміршектік бөлігі мен сүйектік бөлігі қосылған жерінен басталады, бұғананың акромиальдық ұшынан аяқталады. Бұлшық еттің қызметі бұғана сүйегін төмен және медиалды ұстап тұрады. Келесі бұлшық ет бұл мускулус серратус антериор деп аталатын алдыңғы тісшеленген бұлшық ет болып табылады. Бұл бұлшық ет жалпақтау және тісшеленген болып тұр көргеніміздей. Бұлшық еттің басталатын жері бізде 8-9 қабырғалардың сіңірлік доғаларынан басталады, жерден жоғары және латеральды барып, бізде жауырынның медиалды қырына және төменгі ұшы ангулус инфериорға барып бекиді. Қызметі жиырылған кезде жауырынды сыртқа және алға қарай тартады. Ал егер жауырынға фиксацияланып тұратын болса, кеуде қуысын ашып терең демалуға қатысатын бұлшық ет болып табылады. Яғни осы бұлшық еттер бізде кеуденің беткей бұлшық еттері болып табылады. Келесі бұлшық еттер кеуденің терең бұлшық еттері, оларға алдымен қабырға аралық бұлшық еттер жатады. Қабырға аралық бұлшық еттер мускулус интеркосталис деп аталады және бір-бірін жабап орналасатын 3 қабаттан тұрады. Ең сыртқы қабаты мускулус интеркосталис экстерн деп аталады. Ол бізде жоғарыда орналасқан қабырғаның төменгі жиегінен басталып, қиғаш бағытта астындағы орналасқан қабырғаның жоғарғы жиегінен аяқталады. Бұл бұлшық еттің қызметі қабырға аралықтарын алшақтатып, кеуде қуысын кеңейтіп терең демалуға қатысады. Дәл осы сыртқы қабырға аралық бұлшық еттің дәл астында ішкі қабырға аралық бұлшық ет мускулус интеркосталис интерне орналасады. Бұл бұлшық ет қалай орналасады? Бұл терісінше басталатын жері төменгі қабырғаның жоғарғы жиегінен басталады, қиғаш бағытта өтіп, жоғарыдағы орналасқан қабырғаның төменгі жиегінен аяқталады. Екі бұлшық ет бір-бірімен 90 градуста қиылысады. Ал мускулус интеркосталис интернидің ішінде, астында бізде аса кіші қабырға аралық бұлшық ет мускулус интеркосталис интими орналасады. Бұл бұлшық еттердің бәрінің қызметі кеуде қуысын тарылтып, яғни кеуде қуысын
тарылтып ауаны сыртқа шығару қызметін атқарады және қабырға аралықтарды толтырып тұрады. Келесі бізде бұлшықет, қабырға астылық бұлшықет, мускулус субкосталис деп аталатын бұлшықет бар. Ол бұлшықет бізде арт жақта омыртқалық ұшы бар, ол қабырғаның омыртқалық ұшы бар. 8-12 қабырғалардың омыртқалық ұшының ішкі бетінде қиғаш орналасатын 4 жұп бұлшықет болып табылады. Ол бұлшықет ішкі қабырға аралық бұлшықеттер тәрізді осы кеуде қуысын тарылтып демді шығаруға көмектеседі. Келесі бұлшықет көлденең кеуденің бұлшықеті, мускулус трансверсус торацис деп аталады. Мына жерде фотода біз ішінен қарап тұрмыз, яғни қабырғалардың төстің ішінен қарағандағы көрініс. Бұл бұлшықет орналасқан стерналис, яғни төс сүйегінің денесі мен семсер тәрізді өсіндісінің ішкі жағының басталады, жан жаққа таралып орналасады. Бұл бұлшықеттердің талшықтары қабырғалардың парт-картилагы бар ғой, жердегі шеміршектік бөлігіне барып бекиді бұлшықеттер. Кеуденің көлденең бұлшықеттері деп аталады. Мускулус трансверсус торацис. Бұның қызметі кеуде қуысын тарылтып демді шығаруға қатысады. Тағы келесі бір бұлшықетіміз, ол бізде қабырғаларды көтеруші мускулус леваторис костариум деп аталатын бұлшықет болып табылады. Бұл бұлшықет бізде басталатын жері, ол жоғарғы екі кеуде омыртқасының көлденең өсінділерінен басталады, төмен және латеральды бағытта қабырғалардың сыртқы бұрыштарына барып бекиді. Және қызметі жиырылған кезде қабырғаларды жоғары қарай көтеру қызметін атқарады. Бұл бізде кеуденің ішкі бұлшықеттері, яғни терең орналасқан бұлшықеттері болып табылады.